Лайфхак өмірді жеңілдетеді, сондықтан кір жуғанда қолданатын мына бір кеңестерге құлақ түріңіз. Егер сиядағы қалып кеткен киімді тазарта алмай жүрсеңіз, кәдімгі шашқа арналған лакты даққа шашып, 10 минутқа қалдыру керек. Содан соң киіміңізді жуа беріңіз, тазарады. Спорттық киімге жөндеу жұмысынан кейінгі киімге сіңіп қалған жағымсыз иісті оп-оңай кетіруге болады екен. Ол үшін киімді пакетке салып, бір түн мұздатқышқа ұстау керек. Ең бір жағымсыз жағдай. Ол киімге май тамып дағы қалып кетеді. Ол үшін кәдімгі борды күштен өткізіп дақтың үстіне сөөп қоясыз. Кейін бор бар майды өзіне сіңіріп алады. Киімді қағып, жуып жіберсеңіз болғаны. Аяулым, шынымды айтсам, осы бір 1045 түрі лайфхактардың кейде қайсы жұмыс жасайды, қайсы жасамайды, шатасып кететін бар ғой. Ол рас. Тексеріп көру үшін маржан үспектің рас па деп аталатын айдарын жібермей көру керек. Ендеше экранға назар аударайық. Қайырлы таң, көрермендер, біз бүгін микротолқынды пеште жасалатын лайфхактарды тағы да тексеріп көрмекпіз. Ол үшін бізге кәдімгі қызанақ, одан кейін өзіміз күнде үйде ішетін айран қажет болады. Алдымен қызанақтан бастасақ, кейбір адамдар қызанақты тамаққа қосқан кезде оның қабығын ашып тастағанды жақсы көреді. Ал оны тез ашып тастау үшін микротолқынды пешке бар жоғы 1-2 минутқа қою керек екен. Сонда сіздің жұмысыңыз жеңілдеп, қабығы тез ашылады екен. Біз қазір соны тексеріп көреміз. Қызанақты микротолқынды пешке салмас бұрын бұның төбесін айқастырып кесіп алуымыз керек. Өйткені бұл кейін шыққаннан кейін қабығын тез ашуға көмектеседі. Айқастырып кесіп алдық, енді оны суға салып, микротолқынды пештің ішіне 1 минутқа қоюымыз керек. 1 минут уақыт өтті. Енді қызанағымыздың қабығы ашуға жарады ма екен? Көрейік. 1 минутқа қойып едік, жарылып кетті. Мына жерден міне қатты ысыған жері қабығы тез ашылып жатыр. Бірақ жоғар жағын, мысалы, кескен жағымыздан ашыған кезде сол күйінде қалып тұр. Яғни ол үшін қызанақты қаттырақ ысыту керек, бірақ қаттырақ ысытқанда езіліп кететінін көруге болады. Міне көрдіңіздер, жарылған жерінен және қатты ысыған жерінен өте жақсы ашылды, бірақ жоғар жағы сол күйі қалды. Бұл әдісіміз уақытқа байланысты. Енді тексеретін әдісіміз бұл айранды сүзбеге айналдыру. Ол үшін микротолқынды пешке айранды бар жоғы 3 минутқа қоямыз. Одан кейін бұл сары суы шығып сүзбеге айналу керек. Айранды осылай сүзбеге айналдыруға болады екен. Яғни бұл әдісіміз, лайфхагымыз жүзеге асты деуге болады. Енді бұны жеуге дайындаймыз. Сүзбемізді осылай әрлеп алдық. Үйде сүзе таусылып қалған кезде осылай айран болса, жеміс жидегіңізді, қантыңызды қосып, дәмділеп жеуіңізге болады. Бүгін тексерген лайфхактардың ішінде екеуі де жүзеге асты. Анда-санда осылай тексеріп тұруды да ұмытпаңыздар.